Сәлем достар, сіздермен Малика. Бүгін біз сіздермен шайға арналған тәтті жасаймыз. Ол үшін бізге керекті заттар: жүгері таяқшалары және сгущенка. Ендеше кеттік. Біз бірінші сгущенканы бүйтіп жартысын үстіне құйып аламыз және араластырамыз. Енді біз бұлардың бәрін тарелкаға салып аламыз. Сіздер ақ сгущенканың орнына қайнатылған сгущенканы да қоса берсеңіздер болады. Біз кукуруз таяқшаларымызды жақсылап әдемілеп салып алдық. Енді біз үстіне мак себеміз. Сіздер кунжут сепсеңіздер де болады. Күштен өткізілген шоколад сепсеңіздер де болады. Кокосовый стружка сепсеңіздер де болады. Бірақ та мен бүгін мак себемін. Мінекей, сіздер үйлеріңізге қонақ келіп қалса да қойсаңыздар болады, немесе шайға өте әдемі шығады. Сіздер осы туралы комментарийға жазып кетіңіздер. Мен оны міндетті түрде оқимын. Лайк басып арнама жазылыңыздар. Сау болыңыздар.